Екінші сабақ корзинадағы товарды өшіру. Корзинаға барасыз. Қажет емес товарды белгілейсіз. Жоғарыда тұрған мына бір басасыз. Одан кейін осы карандаштың суреті бар түрін басасыз. Одан кейін астында төмендеп тұрған қызылды басасыз. Қайтадан қызылды басасыз. Сонда товарыңыз өшеді. Және де мына бір тұрған домалақ ішінде 3 точкасы барды басып, грузовикке бассаңыз, сіздің осы уақытқа дейін алып қойған товарларыңыз шығады. Оны да өшіріп тастауға болады. Үстінен басып тұрсаңыз, осындай нәрсе шығады. Үстінен басасыз, қайтадан мына қызылды басасыз, сөйтіп өшіресіз. Үстінен басамыз, тағы да қызылды басамыз, өшеді. Келесі кезекте, мысалы, өзіңіздің жеке парақшаңызға кіретін болсаңыз, осы уақытқа дейін көрген товарларыңыз тұр, 250 затты көріппін мен. Енді осы 250 затты өшіруге де болады. Ол қалай десеңіз, үстінен басып тұрамыз, үстіндегісін басамыз, ақ жазуды, өшеді. Тағы да басамыз, үстінен өшеді. Осылай артық товарларды өшіріп тастауға болады.